Біздің сүйікті арнамыз Ақ Жүрек ТV. Анашым, қарашы, мен ханшайым болдым. Мен де ханзада болып тұрмын. Иә, сендер өте әдемі болып тұрсыңдар, ертегі кейіпкерлері сияқты. Отырыңдар, ертегі айтып беремін. Бүгін Күлше қыз туралы ертегі айтатын боламын. Біздің көрермендер арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Олай болса бастайық. Ертеде бір әдемі үйде кішкентай Күлше қыз әкесімен бірге бақытты өмір сүріпті. Бірақ бір күні Күлше қыздың анасы қатты ауырып қалады. Ол анасының қолын ұстап отырады. Әрқашан мейірімді бол, қызым. Жарайды, анашым. Көп ұзамай анасы көз жұмады. Күлше қыз терезе алдында тұрып қатты мұңаяды. Біраз уақыттан кейін әкесі жаңа елге үйленеді. Оның 2 тәкаппар қызы да бар еді. Арада уақыт өткен соң Күлше қыздың әкесі де қайтыс болады. Өгей анасы Күлше қызды жақтырмай, суық көзбен қарайды. Әй, Күлше қыз, әлі еденді жуып болмадың ба? Тез бол! Өгей шешенің 2 тойымсыз тәкаппар қыздары болыпты. Күлше қыз, мына жерді тез сыпыр. Осылай күндер өтіп Күлше қызда бой жетіп қалады. Ана Күлше қызды қара. Үстінің бәрі сондай кір. Бізбен бірге үстелге де отыра алмайды. Бір күні сарайдан патшаның шақырушысы келеді. Ол маңызды хабар айтады. Ертең сарайда үлкен бал кеші болады. Соған бой жеткен қыздардың барлығы келсін. Осы кеште ханзада өзіне қалыңдық таңдайды. Үйленеді. Мұны естіген өгей шеше мен қыздары дайындала бастайды. Сендерді ханзада ұнатып қалу керек. Мына көйлек менікі, мен ең сұлу боламын. Жоқ, мен ханзадаға тұрмысқа шығамын. Мен. Қайсы көйлегімді кисем екен, қандай әшекей тақсам болады? Менің ханзадам. Күлше қыздың да барғысы келеді. Өгей шеше, мен де балға барсам болады ма? Сен үйде қалып жұмыс істейсің. Шаңдарды сүрт, кір жу. Солай өгей шеше мен әпкелері сарайға кетіп қалады. Күлше қыз жалғыз қалып жылайды. Сол кезде кенет жарық пайда болады. Сиқырлы пері келеді. Жылама, мен саған көмектесемін. Балға барасың. Тұра ғой орныңнан. Рахмет сізге. Қарап тұр, мен саған қазір сиқыр көрсететін боламын. Асқабағым күймеге айналды, буаласуф. Пері асқабақты әдемі алтын күймеге айналдырады. Сондай әдемі болып тұрады. Ал енді бізге тұлпарлар керек. Тышқандар, сендердің кезектерің буаласуф тұлпарға айнал. Міне, күшті тұлпар болдыңдар. Солай тышқандар тұлпарға айналады. Пері, сізге көп рахмет. Бірақ менде әдемі көйлек жоқ, сауық кешке киіп баратын. Пері Күлше қызға әдемі көйлек, шыныдан жасалған туфли кигізеді. Содан сағат 12 болғанда сиқырдың күші жойылатынын айтады. Сағат тілі 12-ні көрсеткенде сиқыр жойылады, барлығы өз қалпына келеді. Жарайды, рахмет. Ал ендеше жолдарың болсын, күймегемін. Өз ханзадаңды табасың деген ойда. Көп рахмет. Күлше қыз сарайдағы үлкен бал кешіне келеді. Сарай іші музыка мен биге толы еді. Сен үшін бүкіл елдің қыздарын жинадым. Өз жарыңды табасың деген ойдамын. Тапсам бақыттымын. Күлше қыз сарайға кіріп баяу жай келе жатады. Ханзада оны көреді. Оған жақындап вальске шақырмақшы болады. Есімің кім? Бұрын соңды сені көрмеген екенмін. Сондай сұлусың. Бірақ уақыттың тез өткені соншалық, сағат тілі 12-ге жақындай бастайды. Күлше қыз сағатты көреді де есікке қарай жүгіре жөнеледі. Қап, туфлим түсіп шешіліп қалды. Үйге тез барып үлгерейін. Есіміңді де айтпадың, мен үшін жұмбақ болып қалдың ғой. Бірақ мына туфлимен сені табамын. Күлше қыз солай сарайдан шығып кетеді де, сағат тілі 12-ні соғып, бәрі өз қалпына қайтады. Балам, сен жарыңды тапқан сияқтысың ғой. Әкемен ғашық болған сияқтымын, бірақ оның кім екенін білмеймін. Күлше қыз, сен бал кешіне қалай бардың? Ханзадамен билеуге қалай дәтің барды? Иә, қалай? Жауап бер! Солай өгей шеше Күлше қызды жазалап бөлмеге қамап қояды. Күлше қыз болса бақытты сәтінің тез аяқталғанына жылап отыр. Қаладағы барлық үйге кіріп, мына туфлиді бой жеткен жас кәрі бәріне кигізіп көреміз. Кімнің аяғына шақ келсе, соған үйленемін. Солай ханзада қызметкерлерін ертіп, Күлше қызды іздеуге шығады. Күлше қыздың да үйіне келіп, өгей шешемен қыздарға кигізе бастайды. Бірақ туфли оларға симай қалады. Күлше қыз ханзаданың дауысын естіп: Ханзадам, мен мұндамын. Көмектесіңізші. Үйде тағы қыз бар сияқты, дауысы шығып тұр. Тез шығарыңыз. Иә, менің өгей қызым бар, ол Күлше қыз. Солай ханзада Күлше қызға туфлиді кигізіп жатқанда аяғына дәл келіп сияды. Ханзада қуанып кетеді. Солай екеуі той жасап, үйленіп, бақытты да баянды өмір сүреді. Ал осымен ертегіміз аяқталды. Анашым, ертегі жақсы аяқталды. Қандай күшті!
Біздің көрермендер ертегі ұнаса арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда қызықты ертегілерді айтатын боламыз. Сау болыңдар.